Ассалаумағалейкум достар. Бүгін тағы да екінші қосымша сабағымыз. Алдыңғы қосымша сабақта мына дұрыс қосу таңбасын жасаған болатынбыз сары түстен. Енді біздер мына қабырғаларды орындарына қоюымыз керек. Ол үшін қабырғаларды қараймыз. Өзінің орнында тұрма. Мысалға қызыл түс, жасыл түс. Яғни мына бұрыш, қателесіп кетіп жатырмын. Бұрыш. Мына бұрыш өзінің орнында тұр. Тек дұрыс тұрған жоқ. Жақсы. Келесі бұрышты қараймыз. Мына бұрыш орнында тұрған жоқ. Ал мына бұрышта орнында тұрған жоқ. Мына бұрышта орнында тұрған жоқ. Яғни орындары ауысып кеткен мына үшеуінің. Енді біздің орнында тұрған бұрышты осы бағытта ұстаймыз. Жоғары, оң, фронт, міне оң жағымызға яғни қойып аламыз бұл бұрышты, және мынандай алгоритмді орындаймыз. Жоғары, оң, жоғары, кері, сол, жоғары, оң, кері, жоғары, кері, сол. Міне осындай алгоритмді орындаймыз. Сонда біздің бұрыштарымыз орнына келеді. Яғни қызыл, жасыл, қызыл, көк, қызыл, сары, көк екеуі өзінің орнында тұр. Міне барлық бұрыштар өз орнына келді. Бірақ дұрыс тұрған жоқ. Яғни мынау мына жақта, мынау мына жақта тұру керек. Сарысы жоғарында. Дұрыс тұру керек. Енді ол орындарына қою үшін біздер Рубик текшемізді 90 градусқа өзгертеміз. Яғни сары түсті төменге жібереміз, ақ түсті жоғарыға ұстаймыз. Және текшемізді айналдырып, сары түсі мына жақта тұрмаған, яғни мына жерде бізде қарасаңыздар, бірде-бір сары түс жоқ міне. 4 бұрышымызда. Яғни жандарында тұр. Мына фронт алдымызға қарап тұрған сары түсті тауып алайық. Мына жерде мынаны да болады. Мына жерде жоқ екен. Мына жердегіне бастайық. Осылай текшемізді ұстаймыз. Оң, мына қызыл, ақ жоғары, жасыл, фронт алды. Осы бағытта ұстаймыз. Сосын мына түсіміз орнына келгенше пиф-паф әдісін орындаймыз. Яғни бұл келгенше 4 рет орындауымыз керек. Яғни 4 рет пиф-паф орындаймыз. Кеттік. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Міне жоғарғы бағытты ұмытып кетпеңіздер. Жоғарғы қадамын. Міне 4 рет орындадық. Яғни мына жақтағы сары түсіміз жоқ. Яғни дұрыс орнына барды бұл. Рубик текшемізді қозғамаймыз. Осылай ұстап тұрамыз. Және астын сағат тілімен бұрамыз. Бір бұрдық. Сары түсіміз сол жағында тұр. Оң жағында тұр міне. Сары түсіміз оң жағында тұр. Ол жағдайда біздер 2 рет пиф-паф орындаймыз. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. 1 рет орындадық. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. 2 рет орындадық. Сары түсіміз төменге түсті. Ары қарай төмен астын тағы да 1 рет бұрамыз. Тағы да оң жағымызға келді. Яғни 2 рет пиф-паф орындаймыз. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. 1 рет
оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. 2 рет орындадық. Тағы да сары түсіміз астына түсті. Текшемізді басқа бағытқа қозғамаймыз. Дәл осы ұстап отырған бағытымызда ұстаймыз. Ары қарай мына жердегіні келтірдік. Тағы да астын сағат тілімен 1 қадам бұрамыз. Сары түсіміз шықты. Яғни бұл алдына келген жағдайда, жаңа айттым, 4 рет орындаймыз. Мына жақта 2 рет. 4 рет пиф-паф орындаймыз. 1, 2, 3, 4. Міне 4 рет орындадық. Сары түсіміз жоқ, яғни астына түсті. Және оны болғаннан кейін текшемізді өз түстеріне қоямыз. Міне, сонда біздің текшеміз жиналып шығады. Бұл оңай әдіс, әрине, бірақ көп уақытты алып кетеді. Яғни пиф-паф әдісін бірнеше рет орындап отыруымыз керек. Сондықтан да мен сіздерге, достар, Фридрих әдісін бірінші үйреткен болатынмын. Оның алгоритмдері ұзақтау, жаттауға азап қиынырақ, бірақ соны жаттап алған адам тез құрап үйренеді. Ал мынау бастапқы үйренушілерге арналған әдіс, оны құрастырып болғанша көп уақыт алып кетеді. Яғни пиф-паф әдісін бірнеше рет, 5 рет, 4 рет, 3 рет орындап отырғанда уақытымыз кетіп қалады. Түсінікті болған болар деп ойлаймын. Пікірлеріңізді комментарияға қалдырып кетіңіздер. Осы менің сабақтарымнан текшені тез, оңай құрап үйренгендеріңіз болса, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақтар Рубик текшесі 2-де 2-ні үйренетін боламыз. Рахмет тамашалағандарыңызға, сау саламатта болыңыздар.